Егер де үйіңізде азғантай ақ фарш қалса, осындай дәмді тағам жасаңыз. Бірінші табаға сармай салып, пиязды, болгар-бұрышын 4-5 етіп турап, жақсылап қуырып аламыз. Үстінен жаңағы азғантай фаршымызды саламыз. Томат пастасын және де тұз салып, жақсылап 5 минут қуырып, үстінен су құямыз. Одан кейін су қайнамай тұрып, кеме өнімінің осындай қатты жаймасын алып, тең ортасынан бөліп, ретімен орналастырып шығамыз да, бетін жауып, жай отта 15 минут бұқтырамыз. 15 минутта қамыр піседі. Үстіне ірімшікті себелеп шығамыз. 2 минутта осылай еріп, әдем болып тұрады. Жұмыстан шаршап келгенде тез арада дайын бола қалатын ең дәмді тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын. Азғантай ғана фарштан өте дәмді, тез арада дайын болатын тағам дайындаймыз. Дәмі деген күшті болып шығады, қыздар, жасап көріңіздер. Алдымен тартылған етке пиязымызды салып, дәмдеуіштер салып, азғантай майонез қосып, сухари салып, жақсылап араластырамыз. Енді көкөністеріміздің барлығын дөңгелектеп турап дайындап аламыз. Дәл қазір тағамды инженio табасында пісіретін боламын. Бұл табаның ерекшелігі духовкаға да, газға да қоюға болады. Ручкасы алынбалы-салынбалы және де шкафта азғантай ғана орындалады. Соусын дайындау үшін тұз, томат пастасы, су барлығын араластырамыз, құямыз және де духовкаға 180 градусқа 45 минутқа жібереміз. Өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Егер де энергияңыз аз болса, иммунитетіңіз төмен болып, қаныңыз азайып кетсе, ұмытшақ болып жүрсеңіз, қанша ұйықтасаңыз да шаршау болып, ұйқыңыз қанбаса, әлсіреп жүрсеңіз, дәл осы табиғи батты дайындап көріңіз. Ол үшін бізге мейіз, өрік және де асқабақтың дәнегі, кәдімгі жаңғақ барлығын жуып тазалап, блендерге осылай жақсылап араластырып аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып, үстінен табиғи осындай балды қосамыз. Енді жарты лимонның суын осылай сығып қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және де міндетті түрде шыны ыдысқа сақтаймыз. Күніге аш қарынға бір шай қасықтан жеп отырсаңыз, иммунитетіңіз көтеріліп, шаршауыңыз басылып, тіпті гемоглобин де көтерілетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт пайдалы болса лайк басып, парақшама тіркеліп, осы видеоны жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ем болсын сіздерге. Басыңыз айналып, әлсіреп жүрген болсаңыз, үй жағдайында уколсыз, дәрісіз иммунитет көтеретін сусын дайындаймыз. Бірінші таза кастрюльді алып, қызылшаны теркадан өткіземіз. Қызылшаны алдын ала суға қайнатып пісіріп алыңыз. 100 грамм мейіз, 100 грамм өрік және де набат саламыз да, үстінен қайнап тұрған 2 литр суды құямыз. Егер де набатты көп салсаңыздар, қант салмай қоюға болады. Мен 50 граммдай қант салып, бетін жауып бір түнге қалдырдым. Осындай әдемі кастрюль іздесеңіз, Бақшы-Байша дүкенінен таба аласыздар. Ас үйге қажетті заттардың барлығы бар. Қолжетімді бағада онлайн доставка жасайды, немесе Шымкент қаласындағы Бәйтереков 43 адресіне келіңіздер. Бағалары қолжетімді, барлық затты табуға болады. Енді бір түн өткеннен кейін бір араластырып жіберіп, сүзгіден өткізіп, бір апта бойы азанда және кешке ішетін болсаңыз, иммунитетіңіз көтеріледі. Осы әдісті жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.